Жастық шақ қателіктері. Маңызды нәрселерді кейінге қалдырмаңыз. Жастықтың ең басты қатесі бұл сіз жасаған нәрсе емес, ол сіз жасап көрмеген нәрсеңіз. Өз мақсаттарыңызды кейінге қалдырмауға тырысыңыз. Ойнауды, сурет салуды, жұмысты өзгертуді, саяхаттауды, өз ісін ашуды, отбасын құруды, балалы болуға үлгеріңіз. Маңызды нәрселерді кейінге қалдыру оңай, бірақ мүмкіндіктер мен уақытты жіберіп алуға болады. Маңызды нәрселерді кейінге қалдырмаңыз. Ақшаны үнемдеу деген іш пыстырарлық қиын және қызық емес, бірақ дұрыс. Алынатын табыстың бір бөлігін кейінге қалдыру керек. Ал ақылға қонымды үнемдеу болашақта көмектеседі. Ақшаны жұмсай білуді үйрету қажет. Біраз адамдарға жетіспейді ол ілім. Спортпен айналысыңыз, жаттығу залына барыңыз және артық салмақ жинамаңыз. Жыл ішінде жиналған майды тастаудан көрі спорттық формада өзіңізді ұстау оңай. Денеңіз үшін ұялмаған дұрыс. Сол үшін әрекет жасаңыз. Әсерге уақыт бөліңіз. Бұл жастық шақтың күлкілі қателерінің бірі. Жылдар бойы жинақталған пайдасыз заттардың арасында бір күні оянғыңыз келмесе, әсер жинаңыз. Заттар емес, әсерге ие бол. Тұтыну және шапоголизм бұл ғаламшардың көп бөлігін таң қалдырған заманауи ауру. Ақша жұмсайтын көптеген нәрселер пайдасыз және қажет емес. Шылым шегуге жол бермеңіз, немесе қазірден бастап тоқтаңыз. Ентігу, сары тістер рагы, бет түсі бұл тек қиындықтар бөлігі. Сіз көп жылдан кейін өзіңізге рахмет айтасыз. Денсаулық пен артық ақша ешкімге кедергі келтірмейді. Уақытыңыз. Өмір дұрыс адамдарға толы. Жақындарыңыз бен достарыңыз өмір бойы сізді алып жүреді. Оларға көңіл бөліңіз. Өзіңіз шын жүректен ұнайтын ортаны жасаңыз. Салауатты өмір салтын ұстаңыз. Қалған өміріңізді бұзатын жастықтың қателіктерінің бірі, сіз ақша табуға қабілеттісіз, бірақ денсаулықты сатып ала алмайсыз. Фастфудтан бас тартыңыз. Тұрақты және дұрыс тамақтану болашақта көптеген проблемалардан сақтайды. Салауатты өмір салтын ұстануға тырысыңыз. Бұл үшін сіз 5 жылдан кейін рахмет айтасыз. Егер сізден сұрамаса да жақсы істер жасаңыз. Әлемді сәл жақсы ету бұл дұрыс емес пе? Өзіңізден кейін маңызды және дұрыс нәрсе қалдыру керек. Сіз оны өзіңіз түсінесіз. Жақындарыңызбен қарым-қатынас жасай отырып, ата-аналармен, ағалармен, апа-сіңлілермен және басқа да жақын адамдармен сау қарым-қатынас жасауға тырысыңыз. Жақындарыңызбен жанжалда, ренжіс немесе жек көрушілікпен өмір сүру бұл өте нашар. Мүмкін кіммен келісілмеген сәт болуы мүмкін. Бұл ең қорқынышты жастықтың қателігін жасай отырып, қымбат уақытты жұмсамаңыз. Кітап оқыңыз, жақсы кітаптарды оқыңыз. Бұл сіздің көкжиегіңізді кеңейтіп қана қоймай, өз-өзіңізді дамытуға жақсы әдіс болады. Егер сіз қажетті кітаптарды таңдасаңыз, тістеріңіз бен ауыз қуысына көңіл бөліңіз. Тіс дәрігеріне баратын уақыт кейінге қалдырмаңыз. Тістер тәжімен имплантант қоюға тура келмей тұрғанда, оған көңіл бөліңіз. Бірақ ол жағдайда да созылмаңыз. Бұл сіздің жыныстық тартымдылығыңызға және денсаулығыңызға әсер етеді. Көбірек саяхаттаңыз. Бұл қате туралы барлық ересек адамдар айтады. Сіз сатып алған жаңа смартфонды, киімді немесе басқа қымбат нәрсені ұмытасыз. Бірақ ешқашан жер шетіне саяхатты ұмытпайсыз. Саяхат бұл нақты оқиғалар мен шағын тәуекел. Бұл сіздің өміріңіздің жаңа басшысы. Ол екінші тыныс ашады. Саяхат сені өзгертеді, шабыттандырады және жаңа көзқарас береді. Миллионер немесе жұлдыз болмасаңыз да, бірақ бақытты бола аласыз. Өз-өзіңізбен үйлесімде өмір сүрудің әлемдік табысы маңызды. Қазіргі өмір үшін алғыс айту және толыққанды бақытты адам болу үшін күн сәулесінен қорғануға кішкене болсын әрекет жасаңыз. Ерте әжімдер, жұқа тері немесе сондай сияқты нәрселердің себебі. Өзіңізді басқалармен салыстырмаңыз. Өзіңізді басқалармен салыстыруға немесе басқаша әсер қалдыруға тырысуға болады. Бірақ уақыт өте келе бәрі ақымақтық және бос екенін түсінесіз. Бұл алаңдаушылық тудырады. Жастардың тағы да бір қатесі. Өз өміріңізбен кеш болмай тұрғанда рахаттана өмір сүре біліңіз. Өзіңізге үй сатып алыңыз, болмаса соғыңыз. Бұл пәтер немесе жер үй болуы мүмкін. Осындай маңызды істерді қарттыққа қалдырмаңыз. Барлық мүмкіндіктерін жіберіп алған шегіртке әңгімесі мысал. Қызықты және көркем мінезді болыңыз. Жайлылық аймағына шығып, шытырман оқиғаларға қарай қадам басыңыз. Үйде отырмаңыз. Ақылға қонымды істеріңізбен тәуекелге бел буыңыз. Әлемге шақыру тастаңыз. Тым абай болу және жалқаулық кез келген адам өмірін бос, қызықсыз етуге қабілетті. Ғашық болуға, жақсы көруге асығыңыз. Ғашық болыңыз және сезімдеріңізді айта біліңіз. Бір сөзбен романтик болыңыз. Ол туралы тағы да американдық жазушы Марк Твен
өлім жітім ортасында біз екі нәрсе туралы шағымданамыз. Бұл ас үйдік және ас саяхат жасадық деп жазған екен. Бұл да жастықтың танымал қателіктерінің бірі. Махаббаттан жүрек сынса да, бірақ тамаша. Әрбір минутыңызды, құшағыңызды жайғаныңызды, сүйемін деп айтқан сөзіңіз бұл үшін тұрарлық. Жастықтың барлық қателерін болдырмау мүмкін емес, бірақ бұл қателіктерді болдырмауға тырысыңыз. Барлықтарыңызға ұмытылмастай тамаша өмір, мол махаббат, зор денсаулық тілеймін.